Bağıtların orundарын bölек дұрыс айтып отыр. Жаңылға жанарды мақтап отырсыздар, бұл жанардың 300 күн тұратын кісі екен да жүз жарқыннан түңілме дейді ма? Ал жақсы, рахмет, тамаша болып отыр. Енді бетек арасында бір әуендеп, жақсы бір әуендеп ән шырқайық. Арасында да бір мынау Гүлзира курстастарының арасында бір 4 шумақ әнді қосып өтсеңдер, арасында бір шуой болсын деп ұсыныс кірген еді, оны да бір айтып кетсек арасында. Мына сәттен өнерді пайдаланып, қуаныш кешікті болсын.
Hoşlasın gelmedi, hoşlasın gelmedi. Algaçlı mahabat, çilekte terledi. Мәңгілік бақ болсын, hoşlasın gelmedi, hoşlasın gelmedi. Yol üstünde yapraklar sargayganda sen görüp gözünden varmansın sürüyenim жалғыз өзің бар бақыттың тілеймін саған жаным саған жаным
жатыр. Автобус күтіп, общежитияда. Әзірге жастар үйде оқымайды. Әзірге студенттер, біз лаваш жеп отырмыз десе қайран бұнда студенттер. Сендер бұған күн намен тұз батып жегесіңдер ма десем, мынандай нан жемегенбіз біз. Мына қыздардың қанасына барсақ, қыздардың қанасы толы болып жетті жаңа продуктыға. Біз жаңағыда апарған продуктымыз 2 күнге жетпес еді. Болсын, ебатрек айтпаған әлі қонақтар көп, оларға ниет жетіп кетсін деп отырмыз. Ортамызға келесі сөздікке шығатын қонақтарымыз тамақ асты бір тілек болсын деп, Айнура Жанар қыздарды ортаға шақырайық бір қошеметтеріңіздің астында. Шырайлы Шын қаласына келген қонақтарымыз. Келіңіздер. Қош көрдік. Қуаш кеш құтты болсын, береке кеш құтты болсын. Келіп отқан достарыңа, курстастарыңа, жүректеріңе түйіп, жақсы ниетті берекеге шығарсыңдар. Сол тілектер жолдауға мүмкіншілік бар. Береке кеш құтты болсын. Қош келдіңдер. Басайын ба? Не дейміз? Мен бүгін өте бір қанып отырмын. Негізі не дейді? Ата-ананы, кластасты, курстасты таңдамайды. Кімге ата-ана бол, перзент бол келесің, сол сенің ата-анаң. Қай жаңағы сыныпқа барасың, бірінші сыныпқа отырасың, сол сенің сыныптасың. Оны жаңа таңдап басқа сыныпқа өтіп кете алмайсың. Жаным, жаңағы өзіңнің жаңағы келешегіңді, жаңағы мамандығыңды таңдап, қай мамандық иесі боласың, сол жерге барасың, сенің сол курстасың. Курстас деген ол жаңағы Лариса айтып өтті, бұл жерден біздер енді ақын емеспіз, Закеда айтып өтті. Екемізге дұрыс кетті, жаңағы курстас деген кім? Курстас деген жаңағы мектепті бітіріп, жаңа алаңдап, еш жақсы жаманды ажыратпай жаңағы келген сенің сол бір курсқа түскен, бір нанды бөліп жеген, қиыншылықта бірге күрескен, жаңа сессияда бірге жылаған, бірге оқыған сол жаңа сессияның соны да игерген адамды айтсаңдаршы, бәрі өтпей қалғанда қайтетіңдер? Қайтетің, қалатың? Экономикадан тапсырамай, информатикадан тапсырамай, иқтисаттан. Міне жаңағы осындай қиыншылықтарды бірге кешірген сенің жаныңдағы жолдасың, досың. Әрбір адамның сыныптастың, курстастың, жора жолдастың орны бөлек, курстастың әрине о жерде ойып алар орны бөлек. Мен үшін барлығыңды көргеніме өте қуанып отырмын. Жаңа құдалық деп айттың дейді. Не үшін айттым? Бір-бірімізге сызылып қарап жүрміз да. Бірақ бір-біріміздің кім екенімізді біз білеміз. О бастан. Қазір жаңағы мансап болған шығар, қазір дүние болған шығар, бірақ ол кезде біздің қолымызда ештеңе жоқ еді. Дұрыс па? Бәріміз кәдімгі курстас болып, вот именно, пәстегі нанды, ыстығынан жабылған нанды бәріміз таласып жедік. Столовыйға қашып кететін едік.
Ол да біздің бір балалық кезіміз. Мен дәл сол кезге оралдым. Мен сол кезге оралып, сол кездегі жанарға айналдым. Менде де орта бар, менде 5 баланың анасымын. О жерде менің ерке болды. Иә, өте ерке болдым. Мен ол кезде басқа жанарға айналам. Сендердің қастарында баяғы 18 жастағы 1-ші курсқа келген жанарға айналуға тырысып жатырмын. Оны біреуің дұрыс қарадыңдар, біреуің бұрыс қарайсыңдар, енді өздерің білесіңдер. Менің барым, менің осы деп ойлаймын. Сол үшін бір-бірімізге құдадай қарап, бір-бірімізді сынамай, қалай болса солай демалайық. Бір-бірімізді көргенімізге қуанайық. Бір-бірімізді осы күнге жеткізген ата-анамызға рахмет. Содан кейін бірінші Аллаға рахмет, ата-анамызға рахмет, сосын өмір жолдасымызға рахмет. Жадыратып, жайнатып жіберіп отыр осы жерге. Көптер айтып жатыр, Жанар өзгермепсің деп. Ол да біздің үйдегі отағасының арқасы шығар. Бетімізден қақпайық. Баяғы Жанар сол Жанар болып қалыптасып қалғаным. Жандарым, сендерді көзгеніме өте қуаныштымын. Өмірлерің әрқашан жарқын болсын. Балаларыңның рахатын көріңдер тек. Жаңа Закиданың баласына өзімнің баламдай қуанып жатырмын. Себебі спортсмен деген оңай нәрсе емес, одан білім қуған жақсы. Білім қусаң, не дейді ана? Қалағаныңды жейсің, қалаған жеріңе барасың. Ал спортсмен деген қалаған нәрсесін жасай алмайды. Жей алмайды. Қалаған дүниесін ешқашан жасай алмайды. Себебі оларда өте мықты шектеу бар. Закиданың 2 баласына да мен өте қуанып жатырмын. Закиданың қуанышын мен сезінгенмін. Аллаға шүкір деп айтайын. Менің де балам 4 дүркін Қазақстан чемпионы, 1 дүркін Азия чемпионы. Ол саладан өзім шектеу қойдым. Себебі енді бетіне қарап отқан балам. Денсаулығы керек болды маған енді, сөздің ашығы. Барлығымыздың сол үміт артып отқан балаларымыздың тек рахатын көрейік. Қызық деп айтады, қызықтың ішінде әрзеңке болады. Қызық бүлдіруі мүмкін, ол да қызыққа жатады екен да. Сол үшін тек балаларымыздың рахатын көрейік. Сол рахаттың ішінде барлығымыз себепші болайық. Тойымызға араласайық, Құда қаласа. Барлығымыз 40-қа келіп, не дейді? Барма қоя салшы дегенге ден өткен әйелдеріміз ғой, былайша айтқанда салихалы әйел болдық. Дұрыс па? Араласатын орта керек, курстастың да, сыныптастың да, достардың да ортасы керек. Қанекей, құдалығында курстасың дегенде жаңағыдай шулап тұрған әрине мәртебе барлығымызға. Не дейді, бұл өмірде осы сіз, біз деген ғана қалады. Өмірдегі барлық нәрсеге қазір Аллаға шүкір қол жетімді болып қалды. Не қалайсың, барлығын жасап жатсың. Шетелге барам дейсің ба, барасың. Мына мансапқа отырам дейсің ба, отырасың. Дұрыс па? Бірақ бір-бірімізді сіз, бізіміз ешқашан айырылмасын. Мен бұл сөздерім тек жүректен шыққан. Сол үшін бүгін адуши көңіл көтерейік. Бір-бірімізге сын көзбен қарамайық. Дұрыс 20 жылда көрмегенбіз, бірақ мен баяғы курстастарды көріп отырмын. Тілектеспін барлықтарына. Рахмет. Ізгі тілектеріне, жүрек жарды тілектеріне үлкен рахмет Жанар. Баяғы Жанар, сол Жанар. Ана қазір мен қасында отыр. Ана партаның үстіне шығып ала ма деп қорқып отыр. Тыңдаңдар мені деп. Настолдың үстіне шығып ала ма деп қорқып отырмын да. Жоқ, ол шығып алса да бір сол балалық кездің сол бір несі деп қуанып, міне баяғы Жанар деп айтайын десем шықпай отыр. Неге десем сол тәрбие орынбасары болған екен енді.
Енді сол тәрбие орынбасарының өзінің сондай статусын көрсеткісі келіп жатыр ғой, енді сәл өзі басылған түрі жанардың. Дұрыс па жанар? Жоқ, мен былай ғой, сендерге айтып жатырмын ғой, мен әр жерде өзім орын білем, енді шықпаймын ғой, 18 жасқа толмадым. Толмаған ғой. Бірақ жаңағы мен сендердің қастарында өзімді 18 жасар баяғы Муталиева жаңа Князбеков. Сондай сезініп отырсың, дұрыс, ол да дұрыс. Иә, балалық шақ. Осынше басқа жерде коллективте біреу бүйтіп отырамайсың. Не дай бог бірдеңкені 2 стаканды көп ішсең, ойбай алқаш екен дейді. Дұрыс па? Шашың жайсаң вообще жиіп барасың ба заколканы? Сынап отырады, дұрыс айтасың. Ерге шығай айтатын еді ғой. Жанар кіре салып, сын шын болмай, шын болмайды, шын сын болмай, сын болмайды деген. Не деп жатыр ем мына дейді. Сөйтеді деді. Ол Түрекеңнің сөзі ғой, қайнайды қаның, ашиды жаның, мінездерін көргенде дейтін еді ғой. Бұрқ, сақ. Құйтан. Тоты дайын таранып, сұңқар дайын сұланып жүрмейсіңдер ме оңғайлыға ұқсап деген. Әмірехова әжептеуір қыз деп қадарыңа нәлет, мыналарға неге қосылмағансың сен? Сонда қосылмаған Гүлзия, Гүлмира, Жанар. Сен екеуіңнен базарда киім қамадым. Не телефоннен ақпай береді. Жоқ, бүйтеді. Тәлтәбіден деді. Қашамыз десек. На бүйтеді не? Ташолдар қашыңдар бірінші. Бірінші ташолдар қашсын кейін қошамыз. Сөйтеді деді оларда. Ешкім сөйлеспеді сен. Бір күні ауырып қалып, ауырмастан тұрып, ендігі айтеміз сөйтсен. Ларисаны жібердік та. Ларисаға. Дамлапа. Дамлапа. Бірақ мен Лариса кез келген ситуациядан шығатын еді. Тілі майдай еді оғаны. Дамла, біз апарық қойды оғыз. Аяп кетесің ғой. Дамла, бүгін мен сабаққа. Кәтіп көнген білмейді дада Дамланың бұға. Көнеді бірақ, любой дамла көнеді. Көндіреді, любой. Мен Лариса, мен шүкір. Рахия, Лариса. Бәріміз не болды? Рахмет жаным. Өздермен бірақ Ларисаның любой ситуациядан шығар еді Лариса. Дамла түріне қарайды, любой дамла көнеді ғой. Ректор ма, сектор ма, білмеймін, ертесіне айтыр Лариса. Бұл жайына бұл. Тұрдыбаяқ еді, жақсы көретін еді. Лариса бүйтіп қады. Айналайын Тұрдыбаяға неше түйенің етін жеген? Жеді, Ларисаның түйенің етін мен де жедім. Бәріміз жедік. Нандай қазыларды салып жібереді автобустан.
мамасы папасы 100 жасасын жедік, бәріміз жедік. Түйенің етін мен айтайын, жедік, бәріміз жедік, күшті болды барлығы. Енді ана көп біраз нәрсе еске салмасақ, ол қыз болмайды ғой. Лариса, Дамлапа деп сөйтетін еткен. Олар бар, Айгүл жүрген. Нетпейді, не? Нет, қыздар, нет. Ұспандаршы, тұрды бірінші курс бітіргенбіз ғой, алғаш болғанбыз ғой, сол кезден бастап. Айгүлдің үйінде барлығымыз барып, Айнұр әпшесіне рахмет, бір кастрюль су сорпа қайнатып қойған ғой. Дәу қазан. Сөйтіп мен Ильичтен барып, не әкелдім, арақ пен коньяк әкелгенмін. Сөйтіп бүйтеміз ғой, бәріміз мас кішкентаймыз ғой. Сөйтсем мен мас Жанар, Лариса айтады, Жанар, мен неге мас болмаймын? Өзім маста. Бұл жерде ешкім ішерге шығармайды. Үйтіп бір-біріміз не ғой, просто жаңағы өткен жаңағы қызықты кезеңдер, студенттік алтын дәуір деп не айтады? Бүкіл жаңағы нәрсені жасап көреміз да біз. Ол не то болса, екінші рет оны жасамаймыз. Дұрыс па? Сол негізі студенттік өмір. Оны жаңағы тура жолды таңдап кету, бәріміз Аллаға шүкір тура жолды таңдап кеттік. Дұрыс айтады. Негізі осындай немен естерінде қалатындай студенттік кезең өткіздік қой. Бізден алдыңғы 19 қыз бір бітірді, енді оларды не қылып айту емес. Барлығы әдем болды. Екінші курстан бастап, үшінші курсқа дейін барлығы күйге күйіп кетті. Біреу де байға тимеген қыз қалмады. Бізден алдыңғылар, оларға онша қызық болды деп айтамаймын да енді біз. Дұрыс па? Біз өте қызық болды. Бізден бәрі нәрсе. Ал не дейміз? Құрметті, Науайға дейін барды. Құрметті группаластар, достар, сендермен кездесіп отырғанымызға басымыз көкке тауға жетіп отыр. Сендермен бүгін кездесіп, өте қуанышты осындай бір сезімде отырмыз. Көп нәрсені еске алып, сондай бір сезімде отырмыз. Сендер бақыттарға рахмет, осындай кездесу ұйымдастырып, бір-бірімізбен жүздесіп, осындай ашық дастарханда жарық жүзбен кездесіп отырмыз. Барлықтарыңа рахмет. Не дейміз, дендеріміз сау болсын, денсаулықтың арқасында барлығы болады. Ана айтады ғой, бәрі өтеді, дәуірлер, замандарда, уақытты тоқтатар бір шамаң бар ма? Менің өзім таңғалам бұл өмірден, өлмейтіндей көрінген адамдарға дейін. Сол айтпақшы, уақыт өз несімен, бәрінің өзінің дәуірі бар екен. Ол студенттік кезде де өз дәуірін сүріп қалу керек екен. Не дейді? Осында жаңағы мына қазіргі осы отырысыңыздың да өз дәуірі бар. Енді келмегендердің бір жағдайларға байланысты келмеген шығар. Оны айта алмаймыз, дұрыс айтады. Әркімнің басында әркім жағдай бар. Өзіміз де енді қолымыз жетіп жаңағыдай бала шаға дедік, басқа дедік, қолымыз жетіп осындай кездесуге жетіп отырмыз. Аллаға сансыз шүкір. Алдымен одан кейін үйде отбасы отағасыларымызға рахметіміз айтамыз, осылай жарқыратып жүргізіп қойған. Қалғандарымыз не дейміз, осындай кездесулер бола берсін, әрқашан кездесу жалғаса берсін. Тойларымыз бар, алдағы уақытта құдалық тойларымыз бар. Сондай кең дастарханда жүздесіп, кездесіп отыра берейік барлығымыз. Дұрыс айтасыңдар, біреу-біреуді сынамайды, біреу-біреу күндемейді. Бұл жай ғана балалық шағымызды еске алу ғой. Жаңа Тұрдыбайға айтамыз, ол да марқұм болып кетті. Ол кісі де өте жақсы кісі еді. Ұстаздарымызды айтпасқа болмайды ғой дегенмен де. Менің кришам еді, дұрыс айтасыңдар. Негізі ол кісі айтатын еді, біздің группамызда өте сондай, өз сендер бағаламайсыңдар дейтін еді. Біздің группамызда сондай жаңағы дарынды, талантты студенттер көп дейтін еді. Сол айтпақшы біздің группамыздан бәрі шықты ғой.
атың шықпаса жер өрте деп жылдың ненің басына 1-ші курстан бастап атымыз шықты негізінде да, мынау Дариха апаймен қисайып алып, сонымен ары қарай деканатқа түсіп, дегенмен де біз дұрыс айтасыңдар. Енді дегенмен де барлығымыз бір жердің жаңағыда бәріміз өз мамандығымыздың иесі болып, жаңағыдай өзіміздің несі болып отырмыз ғой бәрі. Енді сол мамандығымыздың жемісін жеп отырмыз, нанымыз жеп отырмыз, сол дипломның. Енді ойлап қарасам, сол кезде несіне жетпегенмен, қадамға жетпегенмен, қазір енді соны ойлап отырсам, өте жақсы кезеңде оқыған екенбіз деймін. Жаңағыдай айтып жатырмыз ғой, қазіргі студенттер студенттік алтын дәуір деп қалай айтады екен дейміз. Бізде енді қазір алтын дәуір деп айтып жатырмыз. Жаңағыдай нанды бөліп жеп, мынандай домалақ бір нанды әкелетіндей шетінен бөліп алып жейтін қой. Айген пакетке сабалап дедім да, оны ұялғанымыздан сөйтіп тығып әкелетіндей. Сондай енді алтын дәуірді басымыздан өткізген екенбіз. Барлықтарына рахмет, осындай кездесу бола берсін, жоғалмасын еш уақытта. Әкелеріңе, екеуміздің қантымыз бар ғой, әкелеріңе айтып барыңдар, біз ертең Шымғанға болды. Әкеміз қойды сойып. Екі машинамен қойды сойып, дайындап апаратын еді. Сөйтіп Джулия бар еді ғой, Ларисаның. Джулия. Нұрлы жолда редактор. Лариса біледі. Джулиямен. Сол ертіп алып кетеді. Енді оның барлығы сол өз дәуірімен, өз кезеңімен болды ғой. Тыныштық болсын, тыныш заман болсын. Әлемде тыныштық орнасын, балаларымыз бақытты болсын, болашақтар жарқын болсын. Барлығыңа денсаулық тілеймін. 45 минут сөйледік па? Өткен өмір елес, алдағы өмір жұмбақ дейді. Өткен уақыт дәуірлер естер, тамаша. Бұла естерге кезек бермеймін, себебі бар. Сіздер әскершілер әкесіздер өзі. Өткен күннер романын жазғандар деп қайында. Жақсы тамаша. Бұлау жақсы күнен ет қабыл болады дейседі ғой. Ата-бабалар дүниеге келген уақытта құлағына азан айтып, өмірінен берген болсын есімін атайды. Мынау жаңағына көріп айтып отырмыз, мынау жандар десе жаңғыратын қыз екен негізі. Байқадыңыздар ма? Өзімізді байқап тұрмыздар. Енді бейтік. Ортаны суытпастан болар ән айт деп айтпадым. Себебі бар өздері әскен күлдіріп отырды. Рахмет боларға. Енді мұла сөз студентті рұқсат берсеңді тағы да бір. Егерде барлықтан бірдей шақыратын болсақ, бәріміз ұйықтап қалатын дейді да. Жаңағы бір алып жіберейін жаңағы. Алып жіберсін. Алып жіберейін шақырып. Ас адамның арқауы денсаулық тартса, арақ болса да, басқа болса, оның тарқауы дейді алыңдар. Жақсы тек бол, тамаша тілек. Молодец, рахмет. Микрофон берейін ба? Маникула 5 дегенде 5 оқыңыз, Маникула 2 дегенде 2, Маникула 3 дегенде 3 жаңағы сабақты ойнатасыздар, тем более оқытушысыздар. Сіздер нананы алып кеп, нананы алып кетіп жүгіртпей отырмай, сондықтан барлықтарыңыз білесіздер ғой,
үшеу. Үшеу. Бәрекелді, рахмет. Ана үшеу. Білдіңіздер ғой, ал. Өкпелемес. Ал, кет келесі әніміз. Маликула төртеу. Маликула төртеу. Төртеу. Тамаша. Рахмет сіздерге қатысқандарыңыз үшін. Ал, кеттік. Келесі әніміз. Бесеу. Ал, дайынсыздар ма? Әніміз кетті, билейміз. Маликула үшеу. Қол соғып қойыңыздар. Шаршамадыңыздар ма? Ал, жалғастырамыз, кеттік. Маликула біреу. Ал, кеттік, репетиция болсын. Кеттік музыка. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого
екі. Ozan sıra жерінде бар. Қыздар. Ал кеттік. Маникула үшеу. Үшеу. Қабылмайсың. Шеттеп жүрген бедіңіз. Неше? Ал енді призге таласамыз. Приз алатындар қалды ғой. Ал кеттік әндеріміз сіздің құрметтеріңізге жолданады. Қапа болмайсыздар. Енді араларыңызда алыс ойнайсыздар енді. Алыстап болыңыздар. Үлгіру керек. Бұлай тұрыңыздар. Ал әніміз кетті. Мұна бүгінгі осы кешті ұйымдастырған Гүлзираның атына сізге сыйлық. Құтты болсын. Бар. Ақшалай бар. Ақ теңгені майлат келсін. Ал дайынсыздар ма? Кеттік. Ойнаймыз. Үшеуміз ойнаймыз. Екеу. Қол соғып қойыңыздар. Енді бірінші орында анықтап аламыз енді. Телефондарыңызды алып келіңіздер. Селфиді жағбаңыздар өздеріңізге. Селфиді жағып аласыздар. Жүгірмеңіздер, сейкен бар көсеңіздерін болады. Айтам ғой? Дайынсыздар, а? Жағбаңыз. Үйіне звондаймыз. Iya, mana жерде
селфи өздеріңізге жағылады. Мен айтқан адаммен түсіп келесіздер. Айнұрмен түс деп айтшы. Маған жақын адамды айтшы. Мынау студенттік кезде, дайын болып тұрыңыздар. Студенттік кезде жындарыңызға тиіп жүретін, кішкене іштеріңізді жақтырмайтын курстастарыңыз болатын болса, соны суретке түспеңіздер. Кеттік, музыка! Музыка! Жақтырмайтын досым емес, менің жан досым болған, сол ренжімейді деп барып жасалдым ғой. Енді әзір ретінде көріңіздер. Әзіл ғой. Құда қаласа мына сыйлықты бәріміз көшеде сатып алуға құрбымыз жетеді. Бұны үйге апарып стенкаға қойып қойыңыздар, істетпеңіздер. Бұл бүгінгі мына 20 жылдықтан естелік болып қалсын. Осыны көргенде бүгінгі күн еске түсіп бір қол соғып қойыңыздар. Рахмет сіздерге. Жайғаса. Жаз қол қойып отырыңыздар. Жақсы. Гүлзира Шым қаласынан, тағы да Гүлзия Алмагүл Астана қаласынан келген қонақтарды отаға шақырамыз. Келдер, енді үшеу қола берейік. Келдер, қарсаламыз. Бастаймыз. Қуашты кеш бағыттарыңа құт келсін Құдай қаласа. 20 жылдық оңай уақыт емес, 25 жолғы нәсіп етсін. Бақтан денсаулықтары мықты болсын. Сөз текті бастай береміз ба? Ретнені, қош келдіңдер. Қыздарики. По-русски говори, пожалуйста. Без проблем. Я вас всех люблю. Я благодарю, что меня пригласили на такой прекрасный вечер. На ваше 20-летие. Я не оканчивала с вами вместе. Да, я перевелась, но я очень рада. Все такие же красавицы. Не изменились. Ну, ты в бассейн не прыгай, дорогая. Конечно, это богатство. В Саудовской Аравии богатство мужчины ценится на той женщины. Ты богатый человек. Мен сені жақсы көремін. Мен по ошибке бұланы оқығам. Нет, не по ошибке, но мен кіремін, оқығамын қазлетте, а потом кетіп қалғамын. Мен қазір басқа вообще... Мені барма, куратор, біздің Тұрдыбай ағай мені орыс деген, мені жақтырмайтын еді. И орыс. Пинок подзал да ақыры да. Орыс деп. Я до сих пор вас, девчонки, люблю. У меня до сих пор сердце чистое, до сих пор открытое. Сіздер вообще өзгермегенсіңдер. В этой жизни говорят, что все приходящее и уходящее. Пусть у вас у всех
будет приходящее самое хорошее, самое лучшее. Пусть будет приходящее не деньги. Деньги, оно второстепенное. В первую очередь это ваше здоровье и здоровье ваших близких людей. Это спокойствие ваше и ваших близких людей. Без спокойствия, без здоровья в этой жизни ничего, оно не нужно. И пусть уходящее будет только слезы, обида, боль. Пусть она уйдет легко, по щелчку пальцев. Мы никогда не знаем, что нас ждет впереди. Слезы, радость, беда. Элементарно, вот Рахамджан, он планировал прийти на это наше 20-летие. Но, к сожалению, у него произошла беда. Мне жалко, я сожалею. Терять близких людей — это очень тяжело. Я сама прошла через это не единожды. Мне больно, да. Каждый из нас терял близкого человека. Каждый из нас. Пусть в этой жизни у вас будет все хорошо, все замечательно, все спокойно. Пусть всегда вас сопутствует спокойствие, тишина, здоровье и вас, и ваших близких людей. Остальное в этой жизни, оно приходящее и уходящее. Я вас всех люблю, девчонки. Благодарю, что вы меня пригласили. Вы такие же красивые, вы такие же счастливые, вы такие же любимые, остались в моем сердце. И всегда останетесь в моем сердце. Я вас люблю. Я целую вас. Барған сайын қошемет азайып жатыр. Айгүл шын жүректен ниетін айтты. Рахмет. Айгүл қарындасым өте тамаша тілек айтты. Молодец, рахмет. Бұл берекелі кешке, бұл өмірге бәріміз бір-бірімізге қонақпыз. Дұрыс айтып отыр. Рахмет. Тамаша тілек. Өмір деген тек қана бір тегіс кетпейді. Ақ қара болады, қуаныш, қайғы болады. Бәрін еңсере білейік. Рахмет. Және айтатын сөзің қалып кетті ме? Қазақша Мұқағали Мақатаевты есімде Қазлетте оқып жүрген кезде жаттағанмын. Айтайын ба? Бұл негізі өмірдің қиыншылығында и жақсылығында айтатын зат. Мен толық білмеймін, Закида. Я всегда гордилась тобой. Потому что ты самая умная была для меня. Маған әрдайым екі қоятын еді ағайлар. Но я хотела быть как она, знать казахский язык как она. Но, к сожалению, у меня не получилось. Енді менің Қазлеттегі есімде қалған екі стихотворение бар. Дүниенің ағында қарасында мың кетпейсің, қабылдап аласында. Қарасымен шамаң жоқ, таласуға, ей өмірім, зымырап барасында. Екінші тақпа, который я помню, менің есімде жоқ, кто автор, но Закида хорошо помнит. Мен балам кетер алдын бұл дүниеден, екі апта алдын бұл түсті көрдім. Менің балам басы кеткен. Сонда мен есіме түскен осы стихотворение. Мен түсімде зорлық көрдім, қорлық көрдім балама. Бір таныс қол соғып өтті, әлдекімді паналап. Зұлымдықтың жасырынып келетін жаманнан. Мен қиналамын. Осы тақпақты естіп. Қыздар, простите меня, пожалуйста. Я не хотела плакать. Я хотела просто вспомнить те моменты, которые у меня остались в памяти. Рахмет, қыздар. Рахмет. Мен сендерді жақсы көремін. Қорқанмен қуанған бірдей болады дейді. Мынау сырттан қуанып, іште толғанып тұр ғой бұл қарындасым. Рахмет. Тамаша тілек болды. Ал жақсы.
ендеше кезектен тек сөз 2000 шақырым жол басып келген, базар басып келген, достарын сағынысып келген Алмагүл қыздарға сөз тілекті берейік. Қош келдің, той құтты болсын, мереке құтты болсын. Бақтың сөздерін қосам. Тойда самый короткий тост дегенсіз. Біткен ол. Қайсын айтайын? Түсінбеймін. Мен не болмын, сен қалғанмын. Ол есіне ішіп кеткен, есеке тұрпақла бер. Ой, давай, Бізге іште картошка жарып етіп Мен орна, мені көріңіздер ма, от души сөйлейді қыздар. аштанаға бәттірі. Мынау сөз тілек қысқа айтылса да, ұзақ тілек болса да, сол тілек жүректен айтылса қабыл болады десе. Қысқа болса да, шын жүрегінен ниетін айтты. Бір қошеметті қолдап қоясыздар. Рахмет. Ендігі сөз Гүлзия ма? Гүлзия келді ма? Айтсын. Гүлзира ма? Гүлзира. Оны дәлдемеңіздер. Ал ендігі сөз Гүлзияға берейік. Қош келдің, мереке құтты болсын. Еңбектеріңізге рахмет. Жандарым сол айналайын менің айналайын менің группаластарым алтыннан да қымбатты, күмістен де салмақты, әрқайсысының орны бөлек. Камил жаным, паталасым, Ананай, Тұрдыбай аға екеумізді бірге қосып отырғызған екеуміз не ма ташобыл осыған ер аналарға ерме деп қосқан өседі маған. Жоқ. Рахмет барлықтарына, ат терлетіп, 2000 километрден кеп отқан Ләлита құрбыма, Нұрехине, Ермекке, Рахияға үлкен рахмет, барлықтарыңызға рахмет, осылай ортаны сыйлап кеп отқандарыңызға. Дендеріңіз сау болсын, көргендеріңіз той болсын, уайым қайғы жоқ болсын, бақытты баянды ғұмыр кешіңіздер. Өсіріп отқан ұл-қыздарыңыз тек қана биіктен көрсетіп, еш жамандықтарын көрмеңіздер. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын, Құдай қаласа сыйласып, қырықтан асып жатырмыз ғой. Той томалағымызда, төрімізде қадірлі қонағымыз болуға Алла нәсіп етсін. Сол күнді көріп, Құдай қаласа тойдың төрінде группаластары кепті деп Лариса, Ләлита деймін ғой, мен мұны Ләлита құрбыма рахмет менің. Осындай Қазығұртта азды көпті 20 жыл қызмет жасап келдім, бірақ Шымкентке көшіп кеткеніме 2 жыл болды, барлығыңыз білесіздер. Әйтеуір мерейімді үстем етіп, мектепке 2-3 рет барып кетіп, мен ұл той жасадым. Сүндет тойын, ата-анаға міндет той деп, сүндет тойымда келіп, төрімде болып, мерейімді өсіріп кеткен осы қыз, Құдай қаласа, Алланың алдында есеп беріп қой енді. Құдай қаласа тойымыз алда. Енді жыл келін алам, барлығыңызды ерекеңнен, Нұрекеңнен бастап түгел шақырам. Кім менің тойыма келеді, соның тойына барам мен. Құдай қаласа той болсын, қам болмасын, көргеніміз тек осындай жақсылық болсын. Мына ата-аналарыңыз, үйдегі ата-аналарың 100 жасасын, ауырмасын, тек осындай бай қуатты болып. Айгуля, не переживай, енді жыл келін алам деп жатырмын, нормальный фигура болып қалам, бетіп шығам ортаға. Сен шақырам, Айгуля, келесін тойма. Жақсылық болсын барлықтарыңа, үлкен рахметна. Менің Құдай қалам Жандосты аймай көріп тұрам, тойда алдына барып стаканды қойып екеуміз ішіп, бәрі группаластың орны бөлек қойымда Бауыржанды көріп отырғаныма өте қуаныштымын. Рахымжан енді бір арнайы себептермен келе алмай отыр. Құдай жамандығынан сақтасын, жақсылық болсын, той болсын, барлығыңыз бақытты болыңыздар. Рахмет. Досым, қатырмады досым. Шөйлем.
мынау не дейміз, мынау бүгінгі жақсы ақ тілектердің барлығы бүгін періштенің құлағына шалына берсін. Мынау көрмеген құрбыластарымызды көріп, бүгін өткен естеліктердің барлығын есімізге салып, бір марқайып, 18 жасымызды есімізге алып, жаңағы бір жасарып қалған жайымыз бар. 20 жылда бір-ақ рет көріп отқан группаластарымызды көріп, қандай қуанып жатырмыз. Бәріміздің осы басымыз қосылып жиналып отқанымыздың денсаулығымыздың арқасы, денсаулықтың осы әрқашанда бағалап, денсаулығымыз мықты бола берсін біріншіден. Әрқайсымыздың үйімізде той думан болсын. Мынау тыныш отыршы. Сол айтпақшы, мынау бүгінгі жиылып отырған себебіміз 20 жыл өтіп кетті көз ашып жұмғанша. 20 жылдың ішінде қандай жаңағы бәріміздің басымыздан кешкен қиыншылықта болды, қуаншылықта болды, барлығына осы өзіміздің жаңағы мықтылығымызбен, өзіміздің төзімділігімізбен жеңіп келіп жатырмыз. Әлі де бұдан кейін де жеңеміз деп сенеміз өзіміз. Ары қарай осы бала-шағамыздың өсіріп отқан бала-шағамыздың қызығын көрейік, сол қызықтарына тоймай жүре берейік барлықтарымыз. Мынау жаңағы қосылып отырған жаңағы кім Ермек, кім бар ғой, Нұрмахан, соларға үлкен рахмет. Астанадан ат терлетіп келіп отыр, мынау Шымкенттен келген. Одан кейін мынау Елеуба Гүлзираға рахмет. Оның жолдасы кім? Нұрбол. Сіздерге рахмет, үлкен рахмет, басыңызды иеміз. Осындай қонақ жайлы қылып, бізді осындай кереметтей жерге ұйымдастырып отырған, 20 жылда бір басымызды бірге қосып отырған сіздер жаңағы Гүлзира мен жолдасына үлкен рахметімізді айтамыз. Нұрбол. Енді танысып отырмыз ғой, бұдан кейін таныстығымыз арта берсін. Тойымызда болайық, тойда бірге кездесе берейік. Әлі қаптың аузы бәрімізде ашылғалы тұр ғой. Бәріміздің бірді жаңағы біреуіміздің қызымыз бітіріп жатыр, біреуіміздің ұлымыз бітіріп жатыр деген сияқты сол тойлардың куәгері бола берейік. Бастысы деніміз сау болсын. Сол денсаулықтың арқасында 20 жыл, 30 жыл, 40 жылдық кездесулерде кездесіп жүре берейік. Сол үшін алып қойыңыздар. Бірақ мен мынау Гүлзира деген досыма мен сәл кішкене ренжіп отырмын, ол ренжісімді айтпасам болмас. Тойымда менің Лалита ғана группаласын менің тойымды жаңағы бас көз болып тойымды өткізіп кетті. Если что, біз Жанар екеумізді барғанбыз ол тойға, шы? Мен тойымда да мен той жасадым, шақырдым, бірақ осы досым келді, рахмет бұл досыма да. Жанар да келді, Гүлмира досым келді, Алмашка досым келді Астанадан. Алматы, Астана деп айтқан кезде, анау тосқа шақырған кезде бір өзімді жаңағыдай аспанға бірақ жетеді екенсің. Мысалы группаластарым келіп отыр, Астанадан келіп отыр, Алматыдан келіп отыр деген сияқты. Әрқайсы барлықтарыңызды шақырдық тойға. Бұдан кейін қалмай әрқайсыларыңызды түсінеміз. Кейбірде жаңа жағдай болып қалады, кейде жаңағы үйдің проблемасы. Енді бұладың кейін барынша келуге тырысайық деген ниетпен айтылып отыр. Тойдан қалмайық, той болсын барлықтарыңызда.